Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті. Сабақтың мақсаты оқушылардың отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін түсініктерін кеңейту. Міндеті қарым-қатынас мәдениет түсініктерін кеңейту, дамытушылық оқушылардың эстетикалық талғамдарын дамытуға ықпал ету. Тәрбиелік мәні оқушыларды отбасында қалайша татулық орнатуға сезініп бағалай білуге тәрбиелеу. Тыныштық сәті арманымның суреті. Барлығымыз көзімізді жұмып, қандай да бір арманымызды көз алдымызға елестетіп, оны өзіміздің алдымызда тұрған дәптерге салып, суреттер бойынша өз ойларымызды айтамыз. Дәйек сөз. Ата-ана бас ұстаз. Отбасындағы қарт әжейдің өсиеті туралы үйден оқып келеміз. Әңгімелесу. Жаңағы оқыған қарт әжейдің өсиеті туралы әңгімедегі сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіздің түсінген ойларыңызды ортаға салып айтамыз. Қарт әжейдің мейірім әңгімесін оқып тыңдайсыздар. Кішкентай баланың бойында қандай қасиеттер бар еді? Әженің әңгімесінен не ұқтыңдар? Жақын адамдардың арасында қандай сезім болады? Отбасы мүшелерінің жауапкершілігі дегенді қалай түсінесіңдер? Өзің отбасындағы жауапкершілікті қалай атқарып жүрсің? Жаңа ақпаратпен танысамыз. Бәрі де отбасыдан бастау алады. Отбасы алтын, отбасы сүйіспеншілік ортасы, адам баласы ортасында дүниеге келеді. Осында тәрбие өмірге қанат қағады, адам отбасымен бақытты. Себебі отбасында аялы алақанды сезінетін, жылы ұлағатты сөз естиді, мейірімге бөленіп қамқорлық көрсетеді. Отбасы татулық мекені деп айтады. Өзара түсіністік пен келісім, қамқорлық пен сыйластық отбасын бақытқа бөлейді. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс. Бірінші тапсырма отбасы тақырыбында 5 жол өлең құрастырып жазамыз. Екінші тапсырма ата-аналарыңа арнап ашық хат жазыңыздар. Ашық хатты безендіреміз. Топпен ән айту. Үй тапсырмасы мейірім әңгімесін оқып келу және сол арқылы эссе жазамыз. Қорытындылау. Соңғы тыныштық сәті. Балалар денелерін жаймыз, бастарыңызды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырамыз, ауаны терең жұтып, еркін тыныстап, айналадағы барлық тіршілік иесін, оларды аялап, қоршап, қамқор болып жатқанын сезінеміз. Тұла бойларыңызды жақсылыққа, махаббатқа толған сезінуге ұмтыламыз. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңмен жақсы ойларыңды естеріңе түсіріп көріңдерші. Оны өздеріңмен бірге қалу үшін жүректеріңе салып, бір-бірлеріңе жылы лебіздеріңді білдіріңіздер. Аңсаған армандарыңа жетулеріңізге тілектеспін. Бүгін сендерге өте көп жақсы істер жасадыңыздар, ойларыңызды жеткізе білдіңіздер, жақсы ойлар айттыңдар, сол үшін сіздерге рахмет айтамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.